біздің өзіміздің мына басты маркетинг пландағы істелген жұмыстарға қарап отырып, активныйларға өте көп токендар, яғни акциялар беріледі. Вот сондықтан да бұл жерде ешқандай қорқыныш жоқ, жоғалып кетеді. Бұл өте ашық, тем более дүниежүзілік биржадағы ақша болғаннан кейін, валюта болғаннан кейін, бұл жаңағы жоғалып кетпейді. Себебі бұл жерде барлық қозғалысты барлық адам көріп отырады, түсініңіздер ме? Вот сондықтан да сіздің алған сыйлыққа алған акцияларыңыз, сатып алған акцияларыңыз, ол тек қана сіз өзіңіздің ID номеріңізбен, мына платформаға сіз өзіңіздің ID номеріңізбен тіркелесіз. Басты главный маркетинг план, күнделікті жұмыс жасап жатырмыз ғой, иә? Товар оборот жасап, жаңағы структурамызды дамытып, мына компания қандай керемет, мықты жаңа промоушндар беріп жатыр, акциялар беріп жатыр, и сосын мотивационный программа жұмыс жасап жатыр. Енді қараңызшы, сіз мына жерде акция деп ойланбайсыз. Кім мотивационный программаны орындайды, активный ғой, значит, ол соған көбірек акция подаркқа беріледі деген сөз. Түсініңіз, токен бұл не? Бұл теңши жүйесінде дистрибьюторлардың еңбегімен алатын табысының цифрлық түрде көрсететін жеке капиталы. Түсініңіздер ме? Сіздің жеке капиталыңыз, жаңадан келген адам 200-ден жоғары алатын болса, 1200-ге алатын болса, ол да сыйлыққа акция алады. Партнерлардың инвестор болу үшін Primo X-ті біздің бизнесқа енгізіп отыр. Теңши бизнесына енгізіп отыр, иә? Сіз Теңшидің цифрлық капиталының серіктесі, үлескері, инвестор боласыз. Яғни серіктесі, үлескері, инвестор боласыз. Енді компания қарап отырсаңыздар, жаңағы қарап отырсаңыздар, даже жылына қаншама новый продукцияны шығарып жатыр, қаншама мемлекеттерде жаңағы контрактыға отырып, қаншама үлкен ірі компаниялармен. Енді Женеваның өзінде жаңағы тіркелуден өткен болса, биржадан, иә? Бұдан кейін именно үлкен ірі компаниялар біздің акциямызды аңдып отыр. Түсініңіздер ме? Себебі Сингапурда компания 10 миллион токендарды шығарған. 10 миллион токендар сыртқа, ішке емес, ішке дистрибьюторларға емес, сыртқа шығарған кезде жарты сағатта 10 миллион токендар өтіп кеткен ғой. Октябрьде 0,1 болды, 10 цент болды. Ноябрьде 0,3, 30 цент болды. Даже доллар емес. Вот сондықтан да қазір компания жаңағы 3 кезеңде, осы 3 айды беріп отыр ғой, октябрь, ноябрь, декабрь. Полностью біздің партнерлар сыйлық қалатын, сыйлық алып алсын, сатып алатын, арзан бағада сатып алсын деп сыртқа шығармай отыр. Сыртқа шығаратын болса, қазір ол жаңағы көптеген ірі компаниялар бұның барлығын аңдып отыр, очекте тұр. Түсініңіздер ғой, иә? Токен дегеніміз Теңши компаниясының дистрибьюторларының еңбегін сандық түрде бейнелейтін және құн жинақтайтын компанияның өзі шығарған жаңағы валютасы. Токен деген бұл валюта. Түсініңіздер ме? Ол дистрибьюторларды жай жалақы алушы ретінде емес, компанияның өсіп келе жатқан бизнес экожүйесіне инвестор, серіктес ретінде қатысуды мақсат ететін валюта. Енді Теңшидегі цифрлық бонустар бағдарламасы қалай беріледі? Қазан айы, яғни октябрь, ноябрь, декабрь 25 жылдың бұл бағдарлама тек жаңа дистрибьюторларға. Бірінші, сіз жаңағы бонус ретінде аласыз. Жаңа мына өзің главный маркетингтағы біздің маркетинг планда как партнер, как дистрибьютор жұмыс жасағаныңыз үшін сіз цифрлық бонус аласыздар. Бұл токендарды жаңа сыйлық аласыздар. Біріншісі сыйлық аласыз. Маркетинг план бойынша жақсы жұмыс жасағаныңыз үшін, оны қазір айтам, қандай жұмыс жасаған үшін жаңағы бонус аласыз. Бірінші, жаңа сыйлық ретінде алуға мүмкіндік беріп отыр. Екінші, бұл жаңағы цифрлық валютаны белгілі мөлшерде сатып алуға мүмкіндік беріп отыр. Екінші, сатып алуға арзан бағаға мүмкіндік беріп отыр. Енді бірінші, жеке сатып алу үшін қандай сыйақы, қандай жаңағы блокчейнді ала аламыз? 3 жұлдыздан бастап жоғарғы дистрибьюторлардың барлығына болады. Даже новый дистрибьюторларда алуына болады. Егер серіктес, қараңыз, егер дистрибьютор, 3 жұлдызды дистрибьютор бұрын өзінің ай сайынғы негізгі алатын сомасы жаңағы 20 пиви еді. Соған қоса 200-ге өнім алатын болса, 220 пивиге өнім алатын болса, жеке сатып алуын есептегенде 220. 6 жұлдыздан жоғары 250. Себебі 6 жұлдыздар өзінің жеке ай сайын 50 пивиге сатып алу керек, Соған қосымша 200, 7 жұлдыздар 300, 8 жұлдыздар 400. Одан жоғарыға 400. Сатып алатын болса, бұл минимальный. 25 токен акция, 25 акция сыйлыққа беріледі. 25 штук акция сыйлыққа беріледі. Бірінші. Екінші, сатып алуға
сатып алуға 1000 акция беріледі. 1000 акция беріледі сатып алуға. Үшінші, сол 1000 акцияны сатып алса, сонымен қоса тағы да 100 акция сыйлыққа береді. Сонда сізде 1125 цифрлық бонус жаңағы жерде тұрады. Сіз оны 0,1 сатып алуыңыз мүмкін, 0,3 3 центпен сатып алуыңыз мүмкін, 30 центпен сатып алуыңыз мүмкін. Енді ол 2026-дан кейін, даже декабрьде ол 50 центқа, одан кейін даже оның өсу шамасы $10 дейін кетуі мүмкін. Немесе басқаша болуы мүмкін. Екінші, 1200-бен сатып алуға болады. Мысалы, 3 жұлдыз, 4 жұлдыз, 5 жұлдыз, 1200-ге сатып алса, өзінің жеке жаңағы 3 жұлдыздан 5 жұлдыз 1230-ға сатып алады. Потому что өзінің жеке сатылымы бар, ай сайынғы. 1230-ға сатып алады. 6 жұлдыз болатын болса, 1250, 200 товар айналым бұл. Кәдімгі маркетинг пландағы товар айналым бар ғой, жеке өзіңіздің алатын, өнім алатын, продукция алатын кәдімгі маркетинг план бойынша. Мен акцияға кіріп кеттім. Мынандай мысалы, 1200. 1200-ге товар айналым жасайтын болсаңыз, өзіңіз жеке. 6 жұлдыздар 1250-ге товар айналым жасайтын болса, 7 жұлдыздар 1300-ге товар айналым жасайтын болса, 8 жұлдыздар 1400-ге товар айналым жасайтын болса, өзінің жеке сатылымы соның ішінде тұр. Сол 1200 жасасаңыз, сізге сыйлыққа 100 токен береді. 100 токен береді. Екінші, сатып алуға 6000 токен береді. Егер сіз сол 6000 токенді сатып алатын болсаңыз, қосымша сізге 900 акция тағы да береді. Сонда сізде 7000 акция тұрады. Егер де сіз 6000-ды алмайым десеңіз, жаңағы минимал 1000 алуыңызға мүмкіншілігіңіз бар. Бірақ 9000 емес, 900 бонус беріледі ғой сыйлық. 1000 алсаңыз, ол азаяды сыйлығыңыз. Түсіндіңіз ба? Ал енді минималды 1000 сатып алуыңызға, жаңағы акцияны сатып алуыңызға мүмкіншілігіңіз бар. Тағы да қайталаймын осы жерге. Егер сіз бастапқы маркетинг планмен, как дистрибьютор, өзіңіздің личный жеке номеріңізге 1200-ге товар айналым жасайтын болсаңыз, 1200-ге товар айналым жасайтын болсаңыз, 3 жұлдыз, 4 жұлдыз, 5 жұлдыз 1230-ға товар айналым жасаса, 6 жұлдыз 1250-ге товар айналым жасайтын болса, жеке нөміріне 7 жұлдыз 1300 товар айналым жасайтын болса, 8 жұлдыздан жоғары қарай 1400 товар айналым жасайтын болса, компания 100 акцияны сыйлыққа береді. Бірінші. Екінші, 6000 акцияны арзан бағамен сатып алуға мүмкіншілік береді. Сол 6000-ды сіз сатып алсаңыз, компания тағы да 900 акция сыйлыққа береді. Сонда общий сізде 7000 акция тұрады. Сіз 1200 PV-ге өнім алсаңыз, бұрынғы дистрибьютор, сізге 12 детский кальций промоушенға беріледі ғой. Ана акция алам деп жүріп, 1200-ге жасасаңыз, 12 детский кальций дистрибьюторларға подарок промоушенға беріледі. Ал енді новый дистрибьюторларға 300-ге алғаны үшін, 300-ге бір кардицепс, бір общий кальций. 1200-ге алса, 4 кальций, 4 кардицепс алады. Енді екінші, біз жеке өзімізге алған 200-бен, 1200-бен айттық, енді келесі сияқты жаңа серіктестерді командаңызға, өзіңізге тікелей қосып, сіз жаңағы сол адам өзіне товар айналым жасағаны үшін, сіз арқылы сізге сізге де оған да береді. Қараңыз, егер ұсыныс арқылы келген дистрибьютор, новый келген дистрибьютор 1200 PV-ге алатын болса, сіз 1230-ға алдыртыңыз. Түсініңіз ба? 1230-ға алдыртыңыз. Сол кезде шақырған адамға тағы да қосымша 50 акция беріледі. Екінші, бұл сыйлыққа сатып алуға 5000 акция беріледі. Алуға құқық беріледі сатып алуға. Үшінші, 5000 акцияны сіз сатып алсаңыз, сізге плюс 750 акция сыйлыққа беріледі. Бұл тек қана ноябрьге, мен сіздерге ноябрьге айтып отырмын. Октябрьге емес, октябрь өтіп кетті уже. Осы айда айтып отырмын, 28-іне дейінгіні айтып отырмын сіздерге. Түсініңізде ма? Декабрь емес, декабрьде тағы да өседі. Сондықтан мен тек ноябрьде айтып отырмын. Ноябрьде орындау керек бұны. Енді екінші кетті. Бірінші, өзіңіздің жеке номеріңізге алғаныңыз үшін 200-ге, 1200-ге. Одан кейін жаңағы новичокты шақырғаныңыз үшін айтып кеттім, Енді үшінші, бұл команданың товар айналымын өсіргеніңіз үшін. Командалық товар айналым өскені үшін. Енді қараңыз, бұл жерде өзінің проценттері бар. Мысалы, 7 жұлдыздан жоғары қарай. Өткен айда, апрель айында, даже жаңадан кірген, октябрьде
сентябрьде кірген дистрибьютор октябрьде товар айналым жасағаны үшін де компания берді. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан мына жерде жаңа негізі түсіндірмесі бойынша жоғары статустағы 7 жұлдыздан жоғарыға беріліп жатыр. Бірақ көпшілік адамдарға белгісіз, мен беріліп кетті да. Ғабит мырза көріп отыр. И Бақытгүл жаңағы Ұржардағы Бақытгүл өзінің жаңадан келген, сентябрьда келген дистрибьюторы октябрьда товар оборот жасаған, соған да беріліп отыр да сыйлыққа. Активный 7 жұлдыздардың ай сайынғы товар айналым 2000 жасау керек. Соны жазған 2000 PV товар айналым. Сол товар айналымды 30%-ға көтерсе, 30%-ға көтерсе, яғни 2600 деген сөз, 2000-ның 30%-ы 2600. Сіздің алатыныңыз не? 7 жұлдыз товар айналымын. Енді бұл жерде қай товар айналыммен салыстырамыз? 3-ші тоқсан бар ғой. Жаңағы июль, август, сентябрьдағы осы 3 айдағы орта жаңағы өсім бар ғой. Мысалы, июль мен октябрьді салыстырды, август пен ноябрьді салыстырды, сентябрь пен декабрьді салыстырды деген сияқты, Сондықтан да сол 3 айдың орташа есебін алады да, сіздің осы ноябрьдегі өсіміңіз 30 болу керек. Ол димпта көрініп тұр барлығы. Сіз қорықпаңыз. Соны көріп алыңыз да, өзіңіздің товар айналымыңыз. Димпта бәрі бар. Сол 7 жұлдыздарға айтып отырмын. Сол кезде 30%-ға көтерген кезде сіздің алатын сыйлығыңыз 200 бонус аласыз акция. Екінші, 10 000 акция сатып алуға мүмкіншілік береді. 10 000 акция 7 жұлдыздарға. 10 000 акцияны сіз сатып алсаңыз, сізге плюс 2000 акция сыйлыққа беріледі. 2000-ға сатып алам десеңіз, болады. 7 жұлдыз товар айналымын өсіргені үшін 30%-ға 12200 акция өзінде тұрады. 12200 акция. Соны 5-ге көбейтіңізші, 5 долларға. Қанша болады екен? $1 көбейтіңіз. 12500 доллар сізде акция тұрады. 5-ге көбейтсеңіз 60 000 доллар болады. Түсініңіз ба? Сондықтан да жаңағы бонусыңызды болашақта санап жатырмын да, 2026-да. Негізі 8 жұлдыздың, активный 8 жұлдыздың товар айналымы 5000. 5000. Өсім өткен 3-ші кварталмен осы 3 айдағы өсім 30% болу керек. Бірақ ай сайын есептеп отыр компания. 30%-ға өсу керек сіздің. Өткен айладағы жасаған товар айналымыңыз осы айда 30%-ға өсу керек. Ал енді главный 8 жұлдыздың, активный 8 жұлдыздың товар айналымы ай сайын 5000. Мен бір байқағаным, Талғат екеуміз сөйлесіп отырып, жаңағы именно активный дистрибьюторларға табысты деген маркетинг план бойынша алатын табысымызды өсіріп жіберген ғой. Представляете? После мына неден кейін, оптимизациядан кейін. Сондықтан да активный болуға тырысыңыздар. Түсініңіздер ма? Акция да активный. И мотивационный программаны орындайсыздар. Сондықтан да 3 жеп бір беге шығасыздар ғой. Ол жерде табыста мықты. Активный 8 жұлдыздар 5000 жасап отыратын болса, сіздің алатын табыстарыңыз өте көп. Сондықтан қараңыз, 8 жұлдыз осы айда өткен жаңа кварталда салыстырғанда 30%-ға көтерсе, 8 жұлдыз не алады? 300 акция сыйлық қалады. 300 акция сыйлық қалады. 15 000 акцияны сатып алуға құқық береді компания. Егер 15 000 акцияны сатып алсаңыз, сізге плюс 3000 акция сыйлыққа беріледі. Сонда 18300 акция сізде тұрады деген сөз. Бұл тек қана сіз жаңағы товар айналымды көтергеніңіз үшін. Ал енді жеке өзіңіздің алғаныңыз үшін, адам шақырғаныңыз үшін ол бөлік. Айтылашы бақытта 8 жұлдыз. 8 жұлдыз өткен 3-ші кварталмен салыстырғанда осы ноябрьде 30%-ға товар айналымын көтеретін болса, көтерсе, бірінші 300 акция сыйлыққа беріледі, токен, 300 сыйлыққа беріледі, 15 000-ы сатып алуға құқық беріледі, право беріледі. Үшінші, сол 15 000-ды сатып алсаңыз, сізге плюс компания 3000 бонус тағы береді. Келесі, жоғарғы бронзовый левтан серебряный, золотой левтарға арналады. Мысалы, активный бронзовый лев. Бронзовый лев дегеніміз бұл 2-8 жұлдызы бар дистрибьютор. Ай сайынғы товар айналымы, негізгі активный бронзовый лев жаңағы 10 000 PV товар айналым жасайды айына. Егер сіз осы айда 20%-ға товар айналымыңызды көтеретін болсаңыз, товар айналым көтеретін болсаңыз, сіз не аласыз? 500 бонус аласыз сыйлық. 20 000 сізге 20 000-ды жаңағы сатып алу құқығы беріледі. 20 000-ды сатып алсаңыз, 5 000 жаңағы сыйлыққа бонус беріледі.
Енді қараңыз, сонда сіздің общий токеніңіз, акцияңыз 25.500 акция болады. Даже $1 көтерілген кезде $25.500 сізде. Ал енді бұл 2 еселенсе, 5 еселенсе, қанша болады, өздеріңіз санап аласыздар. Серебряный левтар, егерде сіз жаңағы ноябрь айында өзіңіздің статусыңыз бойынша жаңағы орындамай қалсаңыз, онда төменгі статустармен бонустарды да, сатылымды да құқығын төменгі статуспен аласыздар. Маңызды ескертпелер. Барлық жаңа токендар, барлық бонустар, бұл сіздің жасаған маркетинг план бойынша жасаған товар айналымыңызға, өсіміңізге, жеке сатылым жасағаныңызға, жаңа адам тіркелгеніңізге байланысты, PV-ге байланысты беріледі. Жаңа серіктестерге, жаңаға компанияға кіріп, товар айналым жасаса, минимальная 200 немесе жаңағы 1200 жасайтын болса, оларға да беріледі. Келесі, командалық өсім жайлы жаңа айттым сіздерге. Өткен 3-ші квартал бойынша товар айналымды өсімін сол бойынша есептейсіздер. Өзіңіздің қазіргі отырған статусыңызды орындай алмайсаңыз, онда төменгі статустардың талаптары бойынша беріледі. Айтып кеттім, бронзовый лев 20.000 бонус беріледі, 5.000 жаңағы сыйлық берілетін болса, 2.000-ға алатын болсаңыз, сізге 5.000 бермейді, одан төмен беріледі. Түсініңіз ғой, одан кейін сіз 1000-ға сатып алсаңыз, азғантай сыйлық беріледі, 2000-ға сатып алсаңыз, кішкене көбірек болады, 3000-ға сатып алсаңыз, оданырақ көбірек болады. Сонда кім көбірек сатып алады, соған көбірек сыйлық беріледі деген сөз. Түсініңіздер ғой, оны. Енді бонустарды сатып алу бағасы. Кімге осы октябрьдегі жасаған жұмысы арқылы маркетинг бойынша бонустар шықты, акциялар шықты, Енді қараңыз, сол дистрибьюторларға шыққан сыйлық, мысалы 300 шықса 300 сыйлығын алады, 500 шықса 500 сыйлығын алады. Енді сол сатып алуға берілген акция, сатып алуға берілген акция 0,1 центпен есептелінеді. Октябрьде қазір список шығып отырғандарға. Каусар, мен сенің сұрағыңды айтып жатырмын. Ал енді ноябрьдікі декабрьде шығады. Декабрьдің 1-інде шығуы мүмкін, немесе 5-інде шығуы мүмкін список. Сол списокқа шыққан адамдар жаңа құқығы бар, қанша бонус сатып алуға құқығы бар болса, ол $0,3, яғни 30 центпен есептелінеді. 30 центпен есептейсіз. Декабрь айында да бізге берейін деп отыр. Сонда 3 айға берілген ғой, октябрь, ноябрь, декабрь. Енді октябрьде 0,1 болса, 10 цент болатын болса, ноябрьде уже 3 есе өсті. Деп ойланып жүрмей, осы айда максимально, осы ноябрьдің 28-іне дейін максимально жасап қалыңыздар. Себебі желтоқсанның бағасы шықпады. Может быть, 5 есе өсіп кетуі мүмкін. Қазан айында шыққан не бойынша $0,1. Қараша айында, ноябрь айында $0,3. Желтоқсандағы баға көрсетілмеген. Түсініңіздер ме? Бірақ бір айда 3 есе өсті акция. Өткенде Сингапурда сатылым болған кезде 50 центқа сатқан компания. 5 есе қымбатқа сатқан. Өзімізге алған бонустар бар ғой, токендарды. Саудалау уақыты апрельге қалдырады. Сіз сатасыз ба, айырбастайсыз ба, жоқ сақтайсыз ба, сол кезде шешесіз. Апрельге дейін сіз оны ештеңе істей алмайсыз. Ол ашық түрде сіз көріп отырасыз. Апрельде 2026 жыл апрельде ол 10 есе, 20 есе көтерілуі мүмкін. Түсініңіздер ме? Оны ешкім білмейді, бізден мен білмеймін. Ол рынокқа байланысты. Ойбай, ана платформаға қалай кіреміз, қалай көреміз деп бастарыңызды қатырмаңыздар, потому что уақыт бар. Октябрьде орындағандар, фамилиясы шығып тұрғандар, 15 декабрьға дейін өзінің берілген акциясын, сатып алуға құқығы бар акциясын 15 декабрьға дейін сатып алады. Сондықтан да 5-10 декабрьға дейін уақыт бар. Ана неге? Октябрьде жасағандар тіркелуге. Түсініңіздер ме? Ал енді ноябрьде жаңағы акция алғандар, біздер 30 декабрьға дейін сатып алуға мүмкіншілігіміз бар. Сол айттым деп ойлаймын, қазақша жалпақ түрде сіздерге түсіндірдім. Күшті болды Бақыт. Қазіргі біздің істейтін нәрсеміз, басқа нәрсеге бастарыңызды қатырмай, ноябрьдің 28-іне дейін
жақсылап тұрып, жаңа товар обороттарыңызды көтеріп, мына темпта тұрған, ұйықтап жатқан дистрибьюторларыңызда новый продукция бар. И сосын кейін бұрыннан келе жатқан дистрибьюторларға 100 пб жасайтын болса, жаңағы не детский кальций сыйлыққа беріледі. Новый адам 300 пб кіретін болса, кардисепс 1 кальций алады. Одан кейін жаңағы новый продукциялар келді. Осы акцияларды айтып, азайып Иә. қалмайды ешқашан. жаңағы ең қорғанда Иә. 0,5 долларың бар ма, содан төмен түспейді. Енді жоғары жағы, енді биржа болғаннан кейін жоғары жағы қанша болатынын бір Алла біледі. Несімен бізге қарай көреміз. Жалпы жаман болмай компанияның несі жаңағы токендердің бағасы өте жоғары болады деп мен сенемін. Жақсы бағадан мүмкіндік неден бөлек табыс табуға болады. Жалпы барлық Бонустар беріледі. жаңадан келген адамыңа да 3 жұлдызға да 4 жұлдыз, 5 жұлдыз, 6 жұлдыз бәріне де сол 200 пб мен 1200 пб. 200 минимальный, 1200 максимальный. Одан жоғары баға жоқ. Екеуінің ортасында да баға жоқ. Жаңа сосын түсінікті болу үшін айтайын, 200 кейбіреулер ойлап қалады екен, 200-ді екінші рет алсам тағы бір 200-200-ден бола ма дейді. Жоқ, ондай жоқ. 200-ге бітті. Минимальный аласың, жаңа 1000 бонус аласың. 25 подарка, 1000 бонус, және 1000 бонус сатып алған соң 100 токен подарок. 100 бонусный не. Ал егер 1000 акционный бонустар, бұл кәдімгідей биржа сияқты. Мысалы, кеше Нұржан Балташ неге пример келтірді, биткоин деген ең шыққан кезінде, бастапқы кезінде биткоинға ең бірінші рет 10.000 биткоинға 2 пицца сатып алған. Ең бірінші бағасы 10.000 биткоинға 2 пицца сатылған. Ал қазіргі таңда сол биткоинның, 2-ақ пицца келетін биткоинның қазір өте үлкен бағада. Қазір барлығына доступны емес, өте қымбаттады, көтеріліп кетті деген сөз баға. Қазір биткоиндардың пәленбай миллион болып кетті. Доллармен есептегенде. Сол секілді деп мысалға келтірді. Біздің де токендеріміз ол акция сияқты құнды қағаз. Цифровой ақша дейді ғой, цифровой не. Ал ол енді сіздерге айтып отыр ғой. Октябрь айында 0,1 доллар болды. Ноябрь айында 0,3-ге көтерілді баға. Енді спрос көбейгеннен. Енді декабрьде 0,5-ге дейін барады деген қауесет бар. Одан да жоғары болып кетуі мүмкін. Ал апрельге барғанда сол 0,5-тен ешқашан төмен болмайды. Енді біз сіздерге айта алмай отырмыз, ешқайсысы айтып отқан жоқ. Оны бір Алла біледі, сол кездегі акцияның 3 ай бойғы сатылымына байланысты апрель айында баға шығады. Баға мен ойлаймын азаймайды. Төмен қарай түспейді, 0 болып қалмайды. Сондықтан сен мысалы қазір декабрь айында мысалы 0,5-ге барғанның өзінде сен әр акцияңды 0,5 пен жаңағы енді 1000 бонус шықса 500 долларға, 10.000 бонус шықса 5000 долларға сатып аласың. Ал ертегі апрельдегі продажға шыққан кезде сен ондай аз болмайды. Сен 5000 доллардың үстінен тағы 5000 доллар көруің, даже 50.000 долларға шейін көруің мүмкін. Біз оны компания бізге айтқан кезде енді қатты былай көтере бермеңдер деді. Бірақ 0 болмайды ештеңе. Кім біледі, сол уақытқа байланысты. Биржа деген сондай ойын ол да. Акция егер зымырап көп көтерілген болса, апрельде сатып өте көп пайда тауып қалуы мүмкін. Сондықтан жаңағы кто не рискует, тот не пьет шампанское дейді. Енді бұл компания болғаннан кейін компанияның адамдары ғана бұл жерде. Сондықтан Ли Динюань, мысалы сіз 500 доллардан сатып алған акцияңызды енді 500 доллар қалдырмайды деп мен ойлаймын. Тұрғанда бірге көріп кетуі мүмкін, бірге 10 көріп кетуі мүмкін. Но сіздің сол акцияңыз өзіңізде қалса, бір 5 жылдан кейін бір акцияңыздың, бір токеніңіздің өзі 1000 доллар болуы мүмкін. Бір токеннің өзін 1000 доллардан сатуы мүмкін. Соған дейін көтеріп кетуі мүмкін. Ойлашы, сізде 1000 токен бар. 6000 токен бар. Ал бір токеніңіз 1000 долларға құнданып кететін болса, 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, сен қандай ақша табасың білесің ба? Ол кезде сенде доллармен 6 миллион доллар ақшаң болады. 6 миллион доллар ақшаң болса, сен жаман боласың ба? 0,5 емес, 10 доллар болса да, 10 цент болса да, сен бірге бір көресің ғой. Ал октябрьде алғандар 9 пайда көреді. 100 долларға алғанда 1000 долларға сатады. 100 доллардан 900 доллар пайда көреді. Ол да 900 доллардан ондай доход қазір ешқандай бизнестерде жоқ қой. 300 долларға алғандар 90 000 доллар сатады деген әңгіме ғой.